Қайырлы таң, қадірменді көрермен. Бүгін біз 83 жылдық тарихы бар Алматы мемлекеттік қуыршақтар театрында қонақтамыз. Қуыршақтар қалай әзірленеді? Сахнаға қалай жол тартады? Көрерменмен қалай қауышатыны жайында бүгін толығырақ айтамыз. Еліміздің тарихындағы тұңғыш қуыршақ театры 83 маусымын бастады. 1935 жылдан бері театр таяқ қуыршақтан бастап бүгінгі заман ағымына қарай күрделі марионеткалар, соңғы үлгідегі техникалық лазерлі көркемдеулермен жабдықталған. Әрбір қойылымға кем дегенде 5-6 қуыршақ әзірленеді. Бүгінде осы маусымдағы қойылымдарға байланысты қолданыста жүрген 500-ден аса қуыршақ бар. Театрдың қуыршақ жасаушы шебері Олжас әр қуыршақтың қайталанбас ерекшеліктері бар дейді. Бірінші ең алғаш жаңағы режиссер мен художник постановщик дейді. Сол арқылы олар біздерге жаңа эскиздерін әкеледі. Сол бойынша біз уже қуыршақ жасауды бастаймыз. Ең алдымен жаңа эскиз бойынша мүсінін дейміз ғой, лепит етеміз. Одан кейін оның формасын алып, формадан кейін жаңа папье-маше дейді. Сондай газетпен 10 слойдан жасап, сол бойынша ары қарай уже бізге қайтып келеді. Мына бутафорский цех бар. Солардың жұмыстары арқылы қуыршақ дүниеге келеді. Шебердің қолындағы қуыршақ осы маусымның жаңалығы ана жүрегі қойылымдағы басты кейіпкер бала. Мұндай үлгідегі қуыршақ театрда бұрын соңды жасалмаған екен. Бірінші бұның да жаңа мүсінін жасап аламыз алдымен. Соның мүсіннің үстінен, форманың үстінен жіппен орап шығамыз. Бұға клей деген бар, клей арқылы жағып. Бұл біраз күн қатады. Қатқаннан кейін жаңа кесіп аламыз да, қайтып жабыстырып, құрастырып, осындай қуыршақ дайын болады. Бірақ қуыршақ бірден сахнаға жол тартпайды. Енді қуыршаққа киім тігу мен оны әрлеу жұмыстары басталады. Наталья Виноградова 40 жылдық тәжірибесі бар бутафор маман. Осы уақытқа дейін шамамен 50 мыңнан астам қуыршақ жасап шығарған. Біз қуыршақтардың қол аяғын әзірлеп, шаш, көз сияқты мүшелерін дайындап безендіреміз. Мысалы, поролоннан керекті пішінді дайындап аламыз да, содан қиып қол аяқтарын әзірлейміз. Наталья дайындаған қуыршақтарға ұлтуған Құрманбай киім пішіп тігеді. Осы қуыршақ театрында істегеніме 11 жыл болып қалды. Бұл жерде мен киім пішем, киімді бәрі қуыршақтарға тігеміз, артистерге бір қуыршаққа, кішкентай қуыршақ болса көп уақыт кетпейді. Мысалы, мынаны мен 4 күнде тіктім, асықпай тіктім. Цехта түнімен қалып тігін тігетін кездерімде болған. Бұл маған еш қиындық тудырмайды. Себебі мен жұмысымды жан тәніммен жасаймын дейді ұлтуған Құрманбай. Мына бөлмеде 50 жыл болған қуыршақтармен қатар әлі бояуы кеппегендері де бар. Айта кету керек, театр шеберханасында Роза Бағланова, Мейрамбек Беспаев, Сәкен Майғазиев, Кенжебек Жанабілов, тіпті Майкл Джексон сынды сахна саңлақтарының бейнесіндегі қуыршақтар да бар екен. Қуыршақтардың сан алуан киімдері сахнада әдемі көрінуі міне осындай ұжымның бірлескен жұмыс арқылы жүзеге асады. Бір қуыршақты әзірлеуге шамамен 1 айдай уақыт кетсе, толық қойылымның кейіпкерлерін жасауға кейде тіпті 1 жылға жуық уақыт жұмсалады екен. Сахнада сәні келісіп, көрерменмен қауышатын қуыршақтар осылай дайын болады. Bir қарағанда жеңіл көрінгенімен, бұл жұмыс үлкен еңбек, төзімділік пен шеберлікті талап етеді. Айгерім Аман, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн. Таңғы кофе барысында сырлы сұхбат беріп әсерлі әңгіме